Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бұрыштан голубцы жасайтын боламыз. Салмасына фарш, пияз және де піскен күріш барлығын араластырып, тұз саламыз. Барлығын араластырып, дәл видеодағындай бұрышымызға салып аламыз. Одан кейін майымызды қыздырып аламыз. Пиязымызды сарғайғанша қуырамыз. Қызанағымызды және көк жуамызды салып, оны да қуырып аламыз. Картопымызды саламыз, оны да кішкене қуырып аламыз. Одан кейін барып су құйып, тұзымызды салып, бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін дәл осындай видеодағындай бұрыштарымызды қойып шығамыз. Дайын болды. Енді жақындарыңызға тарта берсеңіздер болады.